Баршаңызға сәлем достар, мен сіздермен Құралай. Сіздерге бүгін дәмі өте ерекше болып шығатын жеңіл тағамның түрін ұсынғым келіп отыр. Жаз мезгілінде таптырмайтын қолжетімді азық-түліктерден жасалынатын тағамның бірі. Мен сіздерге барлық керек заттардың описание бөліміне қалдырдым. Достар, маған тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді болып шығатын тағамның түрі. Керек заттың бәрін алдын ала осылай жуып тазалап, картопымызды, баклажанымызды суға міндетті түрде мұздай суға салып қойып қоямыз, тұз сеуіп. Қызып тұрған майымызға картопымызды салып, тұзды кішкене сеуіп, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Жақсылап қуырылған картопымызды шетке ысырып қоямыз дағыны. Шетіне жуамызды саламыз. Жуамызды салып, жеңіл желпі қуырып аламыз. Жақсылап пиязымыз қуырылған соң, міне осылай жеңіл түрде қуырылу керек. Тағы да ортасын ашып, шетіне баклажанымызды саламыз. Баклажанымызды да жақсылап қуырамыз. Ортасына паприка, мен томат қоспаймын, қызанақ пастасын қолданбаймын. Мен осындай сухой түрде паприканы себемін. Томаттың орнына қолданылады. Ортасын дөңгелек етіп ашып, тағы да болгарскийімізді саламыз. Кешіріңіздер, болгарскийді саламыз. Шетіне сәбізімізді саламыз. Сосын осы тағамды қараңыздар, әрқайсысын этап-этапымен қуырып аламыз. Міндетті түрде тағам дәмді болсын десеңіздер, жақсылап әр көкөністің қуырылғанына мән беріңіздер. Сонда ғана сіздерде тағам міндетті түрде тәтті болып шығады. Чесногымызды, 1-2 бас чесногымызды салып жібереміз. Үстіне қызанағымызды, помидорымызды турап, бетіне осылай дымшалап қойып қоямыз. Міне қараңыздар. Астын баяу отта осылай тұндырып қоямыз дағыны. Міне қараңыз, керемет болып шықты. Аджика жгучая деген чесночный приправамен араласқан, дәмі де, иісі де өте ерекше, тағамға ерекше дәм беретін приправаны қолданамын. Осылай сеуіп, слегка жеңіл түрде араластырамыз. Тағамымыз небәрі 30 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қыздар, тағамды махаббатпен, сүйіспеншілікпен істесеңіздер, міндетті түрде тағам дәмі деген өте керемет болып шығады. Осылай әдемі етіп береміз, ұсынамыз. Ас көксіз, ақ желкенсіз асханамды елестету мүмкін емес. Баршаңызға ас болсын, осылай дайындап көріңіздер.